Геральд Бельгер 1934 жылы 28 қазанда еділ немістерінің отбасында дүниеге келген. 1941 жылы Қазақстанға жер аударылып, қазақ мектебінде білім алды. Геральд Бельгер өзге ұлттың өкілі болса да, қазақ әдебиетін, мәдениеті мен тарихын зерттеуге зор үлес қосып, бірнеше тақырыпта қалам тербеген. Не так много, а может быть и нет больше человека. Қазақстанда қазақ тілін біліп қана қоймай, қазақ халқының әдет-ғұрыптарын жіпке тізіп, жергілікті адамдардың өмірі мен тұрмысы туралы толғап жазған адам кемде-кем. Менің ойымша, Геральд Бельгер шығармашылығы әлі күнге дейін өзектілігін жоймаған, болашақ ұрпаққа да азық болар асыл мұра. Геральд Бельгер 60-қа жуық кітап шығарған. Ол абай мұрасын зерттеуге сүбелі үлесін қосып, қазақ, орыс және неміс тілдерінде мақалалар, көркем әңгімелер, бас аяғы 2000-ға жуық шығарма жазып қалдырған. Осы еңбектер үшін ол президенттің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты, парасат, достық ордендерінің иегері атанды. Геральд Бельгер өз шығармаларында неміс, қазақ және орыс халықтарының тарихы мен мәдениетіне деген сүйіспеншілігін анық білдіріп отырған. Это один из моих любимых писателей. Геральд Бельгер менің сүйікті жазушыларымның бірі. Менің кітапхана қорымда оның қазақ тілі мен әдебиетінің тереңдігіне бойлататын шығармалары сақтаулы тұр. Мұндай жазушыларды тек мерейтойында ғана емес, үнемі еске алып тұруымыз керек. Рухани кеште бас қосқандар жазушының шығармаларын талдап өзара пікір алмасты. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да осындай игі бастамалар жалғасын табатынын жеткізді. Лаура Кесметова, Айымгүл Хайруллина, Жарылғас Жалғасов, жаңалық қызметі. Не имея ни квалификации.